Құрметті оқушылар, біз бүгін 10 сыныпқа арналған жаратылыстану бағытындағы 3 тоқсанға арналған БЖБ 1, яғни бірінші жиынтыққа тоқталмақшымыз. Ол ағылшын тілі және жаратылыстану бағыт, яғни бұл action бойынша бізде 5-ші және 6-ші юнит бөлімдер reading for pleasure және capabilities of human brain. Осыған байланысты бізде БЖБ, және білесіңдер, БЖБ 2 тапсырмадан тұрады. Біздің жағдайымызда біріншісі listening, екіншісі speaking екен. Мінекей listening, listen to the dialogue and identify speaker's opinions. Circle the name of your speaker next to the statements. Яғни бізде міне Мэри және Ричард деген екі адам сөйлейді диалогта, яғни бұл тыңдалым. Соны мына сөзді, мына сөйлемдерді, яғни біз сөйлемді Мэри айтты ма, Ричард айтты ма, соны табу керек. Егер бұл маңызды болса, memorization, яғни бұл есте сақтау қабілетіне байланысты. Оның бізде транскрипті бар, яғни не туралы екенін көре аласыңдар listeningнің. Ал егер дұрыс жауап керек болса, мінекей бірінші сөйлемді Ричард, екіншісі Ричард, үшіншісін Мэри, төртіншісін Ричард, бесіншісін Мэри айтыпты. Осылай жазуға болады. Міне барлығы бұған 5 балл беріледі. 5 сөзге. Егер listeningнің транскрипті керек болса, мінекей олар не туралы айтқандары осы жерден көріп тексеріп алсаңдар болады. Ол listeningді айтқанның жазбаша түрі, яғни мінекей. Уақыттылмен әрі қарай кете берсек, бізде екінші тапсырма бұл speaking. Енді speakingде бізде негізі мұғалім егер өзі информация берсе, бір атақты адамның biography of a famous person деп тұр, атақты адамның биографиясы, яғни өмірбаяны туралы беріледі. Сендер сол туралы жазуларың керек, яғни сен ол адамды не үшін жақсы көресің, және сен үшін, яғни сені қызықтырған ол туралы факт қандай, сол туралы жазу керек. Және оны қалай жазу керек, солар туралы жазылған. Мына шетте жалпы егер командамен жұмыс болса, постер құрастыр деп тұр негізінде, немесе сендерге мындай сұраққа жауап бер деуі де мүмкін. What facts about your celebrity impressed you? Why? Give reasons. Жаңағы айтқанымыз, және қандай факт сізді не істеді? Сізге қатты әсер етті сол жұлдыз туралы. Неге? Және не істе? Себебін айт. How can you apply the knowledge or idea you gained from the biography in real life situations? Және соның өмірбаяны сен өзіңе не алдың, және оны өзіңнің өміріңде, шынайы өмірде қалай қолданасың дейді. Бұған дескрипторға келетін болсақ, бұған 4 балл қойылады екен. 3-4 маңызды факт айтуымыз керек. Conjunctions, яғни союздерді қолдануымыз керек, арасына толық жауап беру, және яғни күрделі сөйлемдермен жауап беру. Енді үлгі ретінде міне дайындап қойдым, бұл өте аз, бұл тек үлгі, қалай жазу керек, және сендер кез келген адамды таңдап, ол жерде мұғалім алдын ала берілуі мүмкін, ол өмірбаянды, немесе саған өзі таңдап, өзің ойдан жаз деуі мүмкін. Өзің үйден дайындап алып кел деп айтатын мұғалімдер де бар, иә. About famous person. Мысалға мен Анджелина Джоли туралы жазып отырмын. My favorite star is Angelina Jolie. I'm impressed about the kindness of her. She promotes causes including education and women's rights because she adopts many children from various nationalities. It's a brave decision. In the future, I should make good things like her. Бұл қысқа ғана, яғни басын осылай бастауға болады. Мысалға менің сүйікті жұлдызым Анджелина Джоли. Мен оның мейірімділігіне таңғаламын. Себебі ол мысалға білім туралы, немесе әйел адамдардың құқықтары туралы үнемі алға тартып сөйлейді. Және де себебі ол адам көптеген ұлттардан көп балалар асырап алушы. Яғни бізде не үшін ол мейірімді екенін түсіндіріп жатырмын да. It's a brave decision. Яғни бұл сондай бір батыл шешім. Және болашақта менде ол сияқты сондай жақсы нәрселерді жасағым келеді. Жасауым керек деп жаздым үште. Және осы жерде мен мысалға бір education women's right деген бір факт, екіншісі оның көп бала асырап алғаны, ал бізге кемінде 3-4 факт керек,
сонда яғни кез келген жұлдызды алып өздерің соның өмірбаянынан 4 факт жазсаңдар осылай, сол кезде ол көбейеді да, соңына сен соны өмірде қалай қолданасың, соны жазсаң болады, яғни соны жаз деп тұр бізге. Сонда барлығы бұл 9 балдық жиынтық екен, иә. Сұрақтарың болса комментарийға жазуға болады. Әлі де алда осындай жиынтықтар шығып тұрады. Менің каналыма лайк басуды, комментарийға сұрақ жазуды ұмытпаңдар. Мен New English каналыма тіркелуге шақырамын. New English каналында жалпы біз сабақтарды енді түсіріп бастап салып жатырмын. Одан бөлек бізде жиынтық, ТЖБ, БЖБ, яғни 5-9 сынып аралығында салынған тапсырмалар түсіндірілген, және одан бөлекте ағылшын тілінде фигуралар, жалпы шақ, 12 шақты, оңай түсіндіру жолдары деген сияқты, яғни пайдалы ақпараттар таба аласыңдар. Көбінесе мен мектеп оқушыларына арналған видеолар түсіріп жатырмын. Алдағы уақытта кішкентай балалардан бастап үлкендерге дейін сөйлету методикасын салмақшымын, сондықтан сабақтарым үзбей қарап жүруге шақырамын.